Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Алматы қаласы білім басқармасы нөмір 7 оқушылар үйінің Толағай драм театрының жетекшісі Мұрат Рысбеков театр халықтың айнасы атты айдарын бастамақшы. Біздің бүгінгі тақырыбымыз театрдағы ең бір керекті, қажет тақырып сахна тілі. Сахна тілі бұл актердің қаруларының бірі. Тағы да бір қарулары ол адамның фактурасы болса, яғни дене бітім, дене пішімі, түрі, бойы, әдемілігі, шаш үлгісі деген сияқты болса, ал екіншісі бұл сахна тілі, тілдің тазалығы, дауыстың дұрыс қойылуы. Бұл да әншілер сияқты актерде дауыс қойылады өзінің мамандарымен. Бұл да театр өнерінде, театр әлемінде ерекше сабақ. Сахна тілі деген актер шеберлігінен бөлек ерекше сабақ болып есептелінеді. Сахна тілі бұл жай вузда оқып келіп ары қарай қойып кету деген әңгіме жоқ бұл жерде. Бұл сахна тілін сен актер болсаң, өміріңнің соңына дейін жасап, жаттығып, соны өзіңнің қасыңда тұмар етіп жүресің. Өйткені біз спортта қарасақ, өзінің жаттығулары бар, азанда жүгіру, гимнастика жасау деген сияқты. Ал актерда әр спектакльді, басқа да концерттік нөмірлерді ойнайтын кезде, ведущий болатын кезде, сахнаға шығатын кезде осы сахна тілін жаттығуларын жанына жасап, өзімен бірге алып жүреді. Кейбір ата-аналар айтып жатады, бұның керегіне, біздің баламызға бұл керек жоқ деген сияқты. Бұл театрдың қағидасы. Кішігірім жаттығуларды мен қысқа айтып өтейін. Ең бірінші жаттығу жаңағы спортта жүгіру болса, бұл жерде демді ішке алып, оны үнемдеп сыртқа шығару. Шар үрлеген сияқты осы демді сыртқа итереміз өзіміздің өкпеміздің күшіменен. Одан кейінгі ауыз артикуляциясы деп аталады. Біз әр әріпті тілмен жасаймыз ғой, тілмен оны дұрыс бағытпен шығарамыз. Сондықтан тілмен өзіміздің ортымызды айландыру жаттығулары бар. Қысқа көрсетейін. Ортымызды айландыру, екі езуді оңды солды созу, және де жақты ашу. Жақты ашқанда тілді алдыға шығарып ашуға болады, және де жай ашуға болады. Жақ ашылған кезде, мына жерде жақтың өзінің біткен жері бар, сол бітіп қуыс болып ашылу керек. Осы жаттығуларды актер өзімен бірге ылғи жатып, сөйлегендегі сөзі, дауыстары, әріптердің дұрыс шығуы. Бізде тағы да жаттығулар бар. Осылар ауыз артикуляциясы біткеннен кейін әріптерге жұмыс істейміз. Жызыдыра, жызыдыре, жызыдыро, жызыдыру деген сияқты тағы да көп. Па, пе, па, по, пу, му деген сияқты осындай нелер көп. Осыларды біз жасап жаттығып жүреміз. Және де сахна тілі бұл театрда көп қажет етеді. Өйткені біз театрда живой ойнаймыз, тірідей ойнаймыз. Ол жерде запись болмайды. Сондықтан сахнада тұрып залдың ортасындағы, залдың аяғындағы
көрермен есту үшін дауыстың пасылдары болады. Пасыл деген жеткізу. Сөйлеген кезде сол дауыс естілу үшін сахна тілі сабағы өте қажет. Оқушыларға үй жұмысы осы сахна тіліндегі жаттығуларды жасап, және де өздеріңде қандай жаттығу қосқыларың келеді, соны қосып маған жіберіңіздер.